Ассалаумағалейкум, кеш жарық баршаңызға. Бүгін бізде күн жұма. Қазір Яндекспен Волтты бірге қосып қойдық. Волтта былай деп тұр: спрос на доставку высокий деп тұр. Спрос на доставку высокий деп тұр. Яндексте не деп тұр: 100-ден 400-ге дейін приоритет. Бірақ қазір біз Заречный 3 деген аудандамыз. Шағын ауданда. Бұл жерде тем более менде безналичный оплата тұр. Бұл жерден тапсырыс болатын, білмеймін, бола қоймайды шығар. Қала қарай жақындай береміз. Еске сала кетейік, менде Яндексте 4 тариф қосылып тұр: жеткізу қызметі, курьер, эконом және комфорт. 4 тариф. Бүгінгі пробегті не істепсек, қанша пробег жүреді екенбіз, қызық болсын. Бірақ қазір мен сағат 10-ға дейін тапсырыста боламын. Содан кейін шаруам бар. Шаруам болғанда алай, балдарыммен жүремін. Қазір сағат 8 болды. Көреміз, Яндекс қалай тапсырыс береді. Жай-жайына қаланың үш жағымен жүрек, өткен үш жағын жолын жақсартып қойды. Сол үш жақтан да тапсырыс болып жатса, бәрі айналуға тура келеді. Кеттік. Сенесіздер ме? Волттан тапсырыс түсті. Біз қазір Заречныйдың несінен, моссындамыз. Қазір заказ готов, новый клиент дейді. Керуен сети KFC-ден алып біту керекпін. Так, мен енді мынаны заходит в сторону черного двора, в черного входа. Черный вход деген қаяқ. Типа артынан. Friendbox плюс Pepsi 0,5 дейді. Так, 2820 теңгеге тапсырыс түсіп тұрмын қазір бізде. Айтпақшы, кешегі 6000 теңгені 5843 теңгені төлеп тастадым мен. Енді қазір маған тағы да тапсырыс беріп тұр: 2820 теңгеге. Да? Да, солай ғой, я. Так, өзде бағасы жазылмаған ба? Шынымен бағасы жазылмаған, мана қабылдап отқанда 2820 теңге ме, сондай болды. Походу, я. Солай болу керек. Сағат 8:30-ға дейін жеткізу керекпіз аяққа. Қазір сағат 8-ден 7 минут кетті. Кеттік, қызық болсын. 2820 теңге болды, шатыспасам. Әлі 2280 бе? 2280 шығар, 2820 теңге болу мүмкін емес қой. Көрейік. Қаяққа апарамыз? Кеттік, қонайықпен тіке жүре береміз. Волттан 3 тапсырыс берді бірден. Мана неге келдім, керуен сетейін. Міне 11 микрон 15 жылымға кетіп тастадым. Енді Абылқайыр Ханы 89-ға бара жатырмын. Абылқайыр Хан 89-ға бара жатырмын. 3 тапсырыс бірден берді. 2800 бірден теңге походу. Сол среднем 700 теңге сондай дейін. Бірақ алыс емес, сондай жақын араларшы. Бірақ сонда да уақыт алады екен кәдімгідей. Дайындалу уақыты кәдімгідей біраз. Мысалы, 2 тапсырыс бірден дайын тұр екен, 3-ші тапсырысты күтуге тура келді, 10-15 минуттай. Білмеймін, енді мүмкін сіздер жұмыс жасап көріңіздер өздеріңіз қызыққа. Мен қазір отты 3-ші тапсырыс жеткізгеннен отты сөндіріп тастап Яндексті қайта шығамын. Таксовать еткенім дұрыс сияқты мынадан қарағанда, негізі уақыт бостан-бос кетеді. Қалай бостан-бос кетеді деген сөзім емес, негізі күткенге ожидание ақша береді дейді, бірақ сонда да онда көп бермейді дейді. Лучше мен Яндекстен қызыққа көрмесем, термосумкасын алып, Волттың термосумкасын тапсыртсап, или білмеймін енді не істеу болатынын. Үйде жатады шығар енді. Просто жаңа балдарды көрдім, жаңа біреуді төлеспедім. Яндекс выгодно, чем неге Волтқа қарағанда. Потому что Волттан ақшаң қалмайды өзде дейді. Среднем сенде 700 теңге солай шығыр. Шынымен расында да 700 теңге. 700 теңгеден 20% алып тастағанда примерно 500 теңге, 450 теңгеден әрбір жеткізуден, доставкадан 450 теңге шамамен қалады өзіңде қалтаңда. Білмеймін, қалай ол. Выгодно ма, не выгодно ма. Просто біреулер кешегіде қасындағы нем ойбай күшті, мен сонымен күнде шығып жүрмін, аптасына 45 мың теңге көтерем. Мына алып тастаған суммадан басқа дейді, налогтан басқа дейді. Сондай апта сайын ақша апта сайын алып тұрады екенсің. Акт выполненных работ, АВР бар ғой. ИПО-мен жұмыс істеген кісілер болса білет. АВР деген нәрсе бар, акт выполненных работ, жаңа істелген жұмыстардың акты. Солай акт істеу керек екенсің. Сол арқылы ақшаны аласың. Қызық, е? Мен де білмеймін, енді может осы Волттың
жиырма сумкасының ақшасын шығарып тастағаннан кейін мүмкін таксовать етпеймін шығар. Ой, Яндекс водтың қызметінде болмай шығар мүмкін, білмеймін енді. Сағат 9 болды. Мен ана екінші нүктеге жетуіме 1 минут уақыт қалды. 900 метр, 1 километр жоласы болды. Су осылай шуылдап баратыр енді, шамамыз келгенше. Волттың я Яндекстің несімен таксопаркте сөйлесіп көремін қысқа. 20 сумка бере аламын маған. 20 сумка беретін болса мен Яндексте де шығамын постоянно вообще. Яндекстен доставка қызметіне шығамын, жеткізу қызметіне. Айтпақшы, мынадай жағдай болды айтпақшы. Жаңа 3 сумка 3 тапсырыс ал дедім, алдым дедім ғой. Комбо заказ берген көбісі, сразу үлкен-үлкенінен. Короче, үшіншісі сыймай қалды, үшіншісі сыртта тұр, сумкадан бөлек. Қазір мен біреуін апарып тастадым, орнына салып қойдым қайтадан. Мына машина бар ғой. Жүрмесін. Сөйтіп жатыр ғой. Но келесі тапсырыс уже лотода тұр, офис дейді. Без чека не принимаем лото клуб. Чек анда өзінде бар ғой, басында тұрған. Сдача 10 теңге дейді. 10 теңге қарайық мұны. Болмаса Каспиймен QR-мен істейміз бе. Мен бірақ сұрай қоймайды шығар. Кеше қанша теңге, бірнеше теңге сұраған жоқ қой. Мына 10 теңге. Ой, мынаны еще ыңғайсыз. Қызық, е? Еще до двери жеткізу керек екенбіз. Так, мына жақта новое здание, сюда лото клуб дейді. Лото клуб жап-жақ болып тұрады ғой, лото клуб. Вроде жауып тастаған еді осы лото клубтары, қайтадан шыққан болып тұр ғой. Вроде жауып тастаған сияқты еді. Білмеймін, қай жерін тұрған лото клуб. Лото клуб? Қайда лото клуб? Ар жағынан бекен. Теңгемді ақшаға салып алайын қалтама. Алғашқы 2 тапсырыс жақын болса, мынау ең алыс тапсырыс Жиенбаева көшесі, яғни мына жерден 5-те 6 шақырым, яғни 6 шақырым 10 минут уақытымызды алады екен. Осын тапсырысты аяқтап тастағаннан кейін офлайн режимге өтіп кететін шығармыз кішкене сағат 11-ге дейін. Тіпті осы тапсырысты бітіргеннен кейін де тіпті уже уақытымыз болып қалатын сияқты ғой. Соны бітіріп тастаймыз шығар. Тимирязев 52 деген частный домға. Бүгін күнді бәрі блатной болып кеткен бе, красныйдан өтетін болып кетті бәрі. 3 машина қатарына өтіп кетті кәдімгідей. Мықты. Камераның бәрі түсіп тұр ғой. Әлі ақшалар көп екен. Солай. Осы тапсырысты жақын жапқаннан кейін общий қанша теңге табыс тапқанымды айтамын. 3 тапсырысқа. 2801 теңге. Ол дегеніміз, білмеймін, 3 тапсырыс 3-ке бөлгенде 3000-ды шымылдым, каждый 1000 теңге жоқ. Міне, қазір қызыққа қойшы. Калькулятор. Калькулятор. Калькулятор жоқ екен на телефонда. Қазір әбден бітіргеннен кейін айтамын. Так, заказды аяқтадым, я. Қайтадан офлайн режимге түсіп кеттім. Түсіндіріп тастадым, яғни. Сағат 9:30 болды. Заведение бәрі жақсы деп отзыв қалдырайын.
Требуется взнос наличными 10 тысяч 90 тенге дейді. 900 тенге дейді, 10 тысяч 900 тенге дейді. Содан кейін барып показать болмас. Қызыққа көрейік жаңа тапсырыстан. 10.900. Так, тұра тұрмыз. Статистика маус, финансы да, тапсырыстан заказ берген. Так, приблизительно 2482 тенге дейді бүгін. Общий 3 заказға 2482 тенге дейді. Оплата за заказ біреуі 1000 тенге, екіншісі 764 тенге, үшіншісі 720 тенге. 2482 тенге 3 тапсырыс. Прикинь, қанша уақытым болды? 1 сағат уақытым болды дедім. Енді 1 сағат өтіртпей қойын, 40-50 минут анық уақытым болды. Жақсы. Енді кетіп баратырық. Мен қазір Яндекске өзімнің таксопаркіме жазып көремін, не айтады екен. Термосумканы қайдан алсам болады деп. Отпен кішігірім осы 1 сағат, 1,5 сағаттың ішінде осындай табысқа қол жеткіздік. Термосумканы әлі қанша теңге не істейтінін білмейтінмін әлі. Жақсы, аманшылықта, саушылықта. Келесі кездескенше.